Жыл сайын ақшта спортпен айналысу кезінде немесе басқа ойын-сауықтың кесірінен 2,5 миллион адамнан бастап 4 миллион адамға дейін ми шайқалысына ұшырайды. Бұл сілкіністер қаншалықты қауіпті? Бұл сұрақтың жауабы өте күрделі болып саналады. Себебі ол толығымен біздің миымыздың соққыны қалай қабылдауына байланысты болып келеді. Ми жұмсақ майлы тілден тұратын желе тәрізді консистенция. Ол мембраналар мен бас сүйектің ішінде орналасады. Ол толығымен миымызды қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін жасалған табиғи процесс. Дегенмен тіпті ең әлсіз соққының өзі ми шайқалысына келіп соғуы мүмкін. Ол бас сүйектің бірінші шетінен екінші шетіне айналып қатты соғылады. Ми жүйкесі өте күрделі болып келеді. Ол 90 миллионнан астам нейроннан құралып, аксон арқылы информация ауысады. Денеміздің маңызды мүшелерінің қозғалысын қамтамасыз етеді. Бұндай күрделі жүйе өте нәзік келеді. Оған кез келген әсер нейрондар мен аксондардың созылуы мен тіпті жыртылуына да әкеліп соғуы мүмкін. Соның кесірінен аксондар ыдырай бастайды. Ыдырай бастаған соң адам есте сақтау қабілеті нашарлап, ойлау қабілеті әлсірейді. Оның шірітінділері басқа да нейрондарды жұқтыруы мүмкін. Міне осылайша ми шайқалысы пайда болады. Оның симптомдары көздің қараюы, бастың айналуы, есте сақтау қабілеттерінің нашарлауы. Қарапайым тұрудың өзі де ол үшін қиынға соғатын болады. Мінез-құлықтың өзгеруі мен жан-жақта не болып жатқандығын түсінбеуі. Осы ми шайқалысының негізгі симптомдары. Әр адам ерекше болғандықтан симптомдары әртүрлі болуы әбден мүмкін. Бірақ қуанышымызға орай оны емдеуге болады. Оның симптомдарынан бірнеше күн немесе бірнеше апталар бойы емделу арқылы жазылып кетуге болады. Оның басты емі демалыс пен бірте-бірте миға арналған жаттығуларды жасау. Бұндай жарақаттарды арқанмен салыстыруға болады. Ол бірте-бірте ғана жайлап жыртыла бастайды. Соның кесірінен көптеген спортсмендер есте сақтау қабілетін жоғалтады. Осы есте сақтау қабілеттерінің нашарлауына тау белоктар әсер етеді. Ол аксонның ішіндегі микротрубкалар дейтін құрылымындағы көптеген соққылардың әсерінен бастап, тау белоктар көп жинала бастайды. Соның кесірінен арасындағы аксондар іштен шіріп, басқа да нейрон жасушаларын бұза бастайды. Себебі нейрондар бір-біріне әсер еткен кезде осы аксондарды алып кетеді. Көбінесе осындай ауруын жасырған өледі демекші, оны жасырмай дәрігерге жедел қаралып қажетті емді алу керек. Ал егерде миға тағы да зақым келе беретін болса, ол болашақта раққа да әкелуі мүмкін. Сіздермен болған мен, Казбрайын анасы. Хош, саламатта болыңыздар.